Ассалаумағалейкум. Бұрын естеріңізде ме? Менің балалық шағымда мысалға телефон деген нәрсе біздің қиялымызға кіріп шықпаған ғой. Ол мүмкін ба деген нәрсе. Біздің кезімізде тіпті телевизор жоқ. Қазір әрқайсысының үйінде 1 метр, ұзындығы 1 метр, ені 60 сантиметрлік телевизорлар ғой, кемі. Тіпті біреулердің үйінде 2 метрлік, 3 метрлік телевизорлар бар. Теледидарлар дейікші. Енді оны қандай керемет теледидар болса да, оны көретін адам қалмады, сөзім ашық. Себебі әлем алақанымызда сайрап жатыр да, телефон. Бұрын қандай еді? Бұрын кішкентай ғана телевизор, мынандай ғана. Оның жаңа батырмасы да басатын, қисық, мынандай бір қисық темірді қисайтып қойып, анаған туырлап істеп қояды әкеміз. Сонымен бұраймыз, немесе пластик гусимен бұрайтынбыз. Бір 2-3 канал көрсетеді, соған бұрап, мына ұзын антенн шығып тұрады, антеннді бұрап, тоқта, болды ма, артқа бұр, алға бұр, сәл қисайтып оңға қарай деп жүріп, антенн турлап алып көретінбіз сол кезде. Сол кезде ол жаңағы түрлі түсті цветной экран телевизор емес қой, черно-белый дейді. Черно-белый, ақ пен қара. Соны көретінбіз да. Кейін біртін келе видик деген нәрсе шықты. Видик. Видик әркімнің үйінде жоқ тұғын. Видигі бар үйге барып көргіміз келіп тұратын, аңсарымыз ауып, сөйтіп видигіміз болса деп армандап жүрген кезде әкем мен шешем анандай гәп ойнап, сөйтіп өздері план құрып, енді әрқайсымыз әрбір гәбімізге бір телевизор мен видик алайық деп, сөйтіп телевизор мен видик алғанымыз есімізде. Енді керемет, оның пульті болатын. Мәссаған, мынаны бассаң аяқ сөйлейді деп әжеміз, тоба мынаны шықсаң аяқ сөйлей ме деп жүріп, телевизор мен видик алып мәз-майрам болып, бірде-бір кассета жоқ. Бірақ сөйтсем кассета іздейміз, кімде қандай кассета бар сұрастырамыз, ауылдан сұрастырып, ана қандай кассета бар, барып жалпай, біреулер бермейді, оны бергісі келмейді, лентасы сызылады, көрсетпей қалады. Кейіннен сөйтіп жүрген кезде кассеталарды жаңағы прокатқа беретін кісілер шықты. Ой, барып ана жерден киноның қызық, қайсысы керемет, ананың киноның прокатқа алып, біреуіне боласың, көріп ертесіне апарып бересің, ана семьяңменен көресің ғой киноны. Кейбір жерлерін қайталап көресің. Паузаға басып, керемет қызық болатын. Сол кезде бізге сол видик пенен телевизордың қадірі деген өте керемет болғанда бізге. Сондай тамаша ләззат сыйлаған бізге да. Ал қазір енді 2 метрлік, 3 метрлік телевизор болса да, одан ешкім көрмейді, себебі оның мән мағынасы, қызығы таусылып қалған да. Қазір керісінше әлем алақанымызда сотқы болып кетті ғой. Ай, заман-ай деймін да. Қандай еді? Нағашымның үйінде анандай мир животных дей ма? Аңдардың әлемі. Сондай дисктер көп тұғын. Диск деп берем ғой, кассеталар. Ол кісі бермейтінбіз. Басқа біреуге көруге. Тек сол кісінің үйіне барып қалған кездерде көретінбіз. Анау енді жаңағы кішкентай телевизордан көріп отырмыз ғой негізі. Қазіргі телевизордың қасында олар далбаса. Бірақ сол кезде содан анау аңдардың көріп, неше түрлі аңдарды телевизордан көріп, ойбай, керемет деп тамсанып қызығатынбыз. Мен балалығым солай өткен еді, балалық шағым. Мектеп қабырғасында жүргенде де телефон деген нәрсені білмедім. Негізі сондай керемет кездерде оқыған екенбіз ғой мектепте. Ал енді қазіргілердікін келесіде видео түсіремін. Аман болыңыздар.